Сәлем, бүгін марафонымыздың екінші күні, ал қарастыратын тақырыбымыз күрделі заттардың молекуласындағы элементтердің массалық қатынасын есептеу. Бірінші тапсырма бойынша күкірт қышқылының, яғни H2SO4-тің массасының қатынастарын есептеп шығаруымыз керек. Ең бірінші, күкірт қышқылының құрамына кіретін үш элементтің салыстырмалы атомдық массаларын бөлек-бөлек жазып аламыз. Яғни шешуінде көрініп тұрғандай бізде сутек 1-ге тең, күкірт 32-ге тең, оттек 16-ға тең. Енді массаларының қатынастарын жазамыз. Содан кейін формуладағы атомның саны нешеу болса, сол санға көбейтетін боламыз. Яғни бізде сутек 1-ге тең, формулада ол 2, сондықтан да 2-ні 1-ге көбейтеміз. Күкірт бізде 32-ге тең, ал оттек 16-ға тең, оның саны 4 болғандықтан біз 16-ны 4-ге көбейтеміз. Енді 2, 32, 64 сандарының қатынасында. Енді олардың барлығы 2 санына бөлінетін болғандықтан біз барлығын қысқартамыз. Сол кезде 1, 16, 32 сандарының қатынасы шығады. Екінші тапсырма бойынша бізде алюминий гидроксидіндегі атомдардың массалық қатынасын есептеу берілген. Енді алдыңда біз дайын есеп бойынша түсіндірсек, осы жолы өзіміз шығаратын боламыз. Бірінші, массаларды жазып аламыз. Масса алюминий, қатынасы, масса оттек, қатынасы, масса сутек. Енді әрі қарай олардың атомдық массалары бойынша жазамыз. Айыр алюминий, айыр оттек. Алдына 3 санын қоямыз, себебі бізде оттек 3. Айыр сутек. Сутекте бізде саны 3-ге тең. Тең болады, ары қарай жалғастыра береміз. Алюминий бізде 27-ге тең. Оттекті 3-ге көбейтеміз. 48. Сутекті де 3-ге көбейтеміз. 3. 27, 48, 3 сандары бізде ортақ бір санға қысқарады. Яғни барлығын 3-ге бөлетін боламыз. Сол кезде 9, 16, 1 сандарының қатынасы шығады. Үшінші тапсырма бойынша бізге кальций карбонатының құрамындағы элементтердің массалық қатынасын есептеңдер. Бірінші, массалардың қатынасын жазып аламыз. Әрі қарай салыстырмалы атомдық массалар бойынша жазамыз. Айыр кальций, қатынасы айыр көміртек, қатынасы айыр оттек. Бізде оттек 3 болғандықтан айырдың алдына 3-ті қоямыз. Ұмытып кетпеуіміз керек міндетті түрде. Кальций бізде 40-қа тең, қатынасы 12, оның қатынасы 48. Бұлардың барлығын біз 4-ке қысқартамыз. Сол кезде 10, 3 және 12 сандарының қатынасы шығады. Әрі қарай жалғастырайық. Енді біз массалық үлесті есептеп үйренеміз. Жалпы массалық үлес дегеніміз, мысалға бір қосылысты алайық. Ол қосылыстың құрамында бірнеше элемент болады. Сол әрбір элементтің сол қосылыстың құрамында неше пайыз бар екенін білдіреді жалпы. Массалық үлесті біз омега әрпімен белгілейміз, және ол пайызбен өрнектелетін болады. Бірінші мысалға назар аударайық. Күкірт қышқылындағы элементтердің массалық үлестерін есептеп шығарыңдар дейді. Ең бірінші біз күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Молекулалық массаны есептеуді біз кеше бірінші күні үйренген болатынбыз. Енді салыстырмалы молекулалық масса бізге белгілі болғаннан кейін әрбір элементтің жеке-жеке салыстырмалы массалық үлесін есептейтін боламыз. Сутектің массалық үлесін есептейік. Бізде қосылыста сутек 2 болғандықтан 2-ні
98-ге бөлеміз. Оны 100-ге көбейтеміз, сол кезде біз 2 сан шықты, 2%. Енді әрі қарай күкірттікін есептейміз. Күкірт бізде 32-ге тең, оны 98-ге бөлеміз. Нәтижесінде 32,7% шығады. Ал ары қарай біз оттекті есептесек те болады, есептемесек те болады. Немесе 100%-дан жаңағы бізге белгілі 2 элементтің үлестерін азайту арқылы да оттектің массалық үлесін біз есептей аламыз. Екінші тапсырмада бізде алюминий оксидіндегі элементтердің массалық үлестерін есептеп шығарыңдар дейді. Енді алдымыздағы өткен мысал бойынша өзіміз есептеп шығарамыз. Ең бірінші салыстырмалы молекулалық массаны есептейміз. Алюминий екеу болғандықтан 2 сан жазамыз. 2 АР алюминий қосамыз. 3 АР оттек. Алюминий бізде 27-ге тең, оны 2-ге көбейтеміз. Оттек 16-ға тең, оны 3-ге көбейтеміз. 102 шығады. Енді алюминийдің массалық үлесін табамыз. Омега алюминий тең болады. 27-ні 2-ге көбейтеміз және 102-ге бөлеміз. 0,153. Оны пайызға шығатын болсақ, 53% болады. Келесі бізде оттектің массалық үлесін есептейміз. Омега оттек 3-ті 16-ға көбейтеміз, 102-ге бөлеміз. Тең болады 0,147. Немесе 47%. Жауабы алюминийдің массалық үлесі бізде 53%, ал оттектің массалық үлесі 47%-ді құрайды екен. Үшінші тапсырмада бізде калий марганец О4-тегі элементтердің массалық үлестерін есептеп шығарыңдар дейді. Біз әдеттегідей молекулалық массаны есептеп аламыз. Қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасы 158-ге тең. Енді әр қосылыстың массалық үлестерін табамыз. Омега калий тең болады 39-ді 158-ге бөлеміз. Тең 0,3. Келесі бізде марганец 55-ті 158-ге бөлеміз. 0,3. Келесі бізде оттек. Оттектің массалық үлесі 64-ті бөлеміз 158-ге. Тең болады 0,4. Бұлардың барлығын пайызға айналдыратын болсақ, 30-40%-ді көрсетеді. Есептеу кезінде кейбір шамалар жуық шамамен алынды. Алдыңғы есептерде біз массалық үлесті қалай есептеу керегін білдік. Енді сол берілген массалық үлес бойынша химиялық формуланы қалай есептеп шығаруды біз үйренетін боламыз. Тапсырмада көміртек пен сутектен тұратын заттың құрамында 75% көміртек бар. Осы заттың химиялық формуласын табыңдар дейді. Енді шешуіне керек. Заттың жалпы формуласын SXHY деп белгілеп аламыз. Мұндағы X пен Y көміртек пен сутек атомдарының санын көрсетеді. Жалпы екі элементтің массалық үлестерінің қосындысы 100-ге тең болғандықтан біз 100-ден 75-ті алып тастау арқылы сутектің массалық үлесін есептейміз. Сутек пен көміртегінің массалық үлестерінің формуласы жазылған, ол жерден біз X пен Y-ті табатын боламыз. Омега көміртек бөлеміз AR көміртекке
қатынасы омега сутегі қатынасы AR сутек. 75%-ді 12-ге бөлеміз. 25-ті 1-ге бөлеміз. 6,25 және 25 шығады. Оларды бүтін санға айналдырып қысқартатын болсақ, 1-дің 4-ке қатынасына тең. Жауабы бізде көміртек 1, сутек 4, CH4 органикалық зат шықты. Екінші тапсырмада бізге массалық үлестері берілген натрий, сутек, көміртек және оттектің тұрмыста қолданылатын осы химиялық қосылыстардың формуласын табыңыз дейді. Белгісіз шамаларды жазып аламыз. Массалық үлестерді сол заттардың салыстырмалы атомдық массаларына бөлетін боламыз. Мысалы, омега натрий бөлінген AR натрий. Омега сутегі бөлінген AR сутегі. Келесі бізде көміртек. Одан кейін оттек. Жиырма 27,38-ді бөлеміз 23-ке. 1,19-ді 1-ге бөлеміз. 14,29-ді 12-ге бөлеміз. Және 57,14-ді 16-ға бөлеміз. Нәтижесінде 1,23 қатынасы 1,19 қатынасы 1,11 және 3,157 шығады. Барлығын бүтін сандарын алатын болсақ, 1, 1, 1 және 3. Енді формуланы құрастырайық. Натрий HCO3 деген қосылыс шығады.